Амансыз ба, аяулы ноғайларым, ноғай тілді сүйген бәр инсанлар. Бүгін біздің қысқаша дерсімізде сыпатлар деген тема. Сыпатлар тілді ярасықлай таған сөйлем кесеклер. Егер сыпатлар болмаған болса, біздің тіліміз бек ярылы болады. Оны сіз әлі көрерсіз. Аяулы оқушыларым, мен сізге шалысармын аңытпаға сыпатлар, прилагательное орыс тілде, сыпатлар түрлі сапатты көрсетеділер. Түрлі затларды көрсетеділер, аңғатадылар. Олардың ішінде, мысалы, предметтің түсі да, түсті көрсетеді. Цвет, сары шешекей, қызыл алма, ясыл қарбыз, сары қауын десек, ол бізде түсті көрсетеді сыпатлар боладылар. Предметтің қарарын, иконлігін, кішкейлігін, икон класс, кең орам, тар класс мысалда, предметтің қылығын көрсетеді. Юас мысалда, юас әдем, йыртқыш айван десек мысалда, игі бала, тербиясыз бала, лаңқалы балада характерді көрсетеді. Предметтің дәмін көрсетеді, астында предметтің дәмін. Дәмлі ас, тұзлы су, тұзсыз сорпа, бұрышлы шай. Предметтің неден етілгенін көрсетеді сыпатлар. Мысалы, ағаш аяқ, темір есік, сөйтіп айтсақ, тас аяқ десек, шың аяқ десек, шың аяқ, мысалы, шың аяқ деп Бадия Яланович Ажгелдиевтің хабарда бар, шың аяқ деп айтылады. Тағы да предметтің кебін, дымалақ, төгерек, дөрткіл десек, ұзын десек, сондай басқа сөздерді. Төгерек топ десек мысалы да, дөрткіл стол десек, предметтің кебін білдіреді. Солай оқ сыпатлар білдіреділер тысқы кепті. Спай көйлек, елтырауық қар да, сондай да. Қарарды көрсетеді, өлшемді, қадірді, кішкей үй, ұзын үй, кең, яй. Дәмді көрсетеді, дәмлі алма, тұршылы күреге десек мысалы да. Қасиетті, қылықты, ақылы яс, егерлі қыз десек, тысқы белгілерді ят кісі, ақсақ қарға десек, әлді көрсетеді, ашық есік, ябық терезе десек мысалда. Мен сыпатлардың не затты білдіретіғын мен сізге қағыт яздым, ұмытпас үшін. Предметте бар, еді онықы деп саналатаған қайдейді бір белгіді көрсететін сыпатлар. Мысалы, өрнеклі кигіз, сабдақлы yüzім десек да, со сөздерді. Белгідің жоқлығын, сусыз құйы, сүтсіз шай десек, шайда сүт жоқпаса, сүтсіз да, предметтің жоқлығын білдіреді. Яда толылықты, бослықты білдіреді. Толы шелек, бос шелек, толы қазан, бос қазан, бос қазан. Бағалықты, яда ұшсызлықты. Бағалықты ден, насколько стоит стоимость этого предмета, да? Социальный әлді білдіреді. Ярлы қатын, мадарлы әдем, бай әдем. Табиет көріністілерін білдіреді, да? Іссі күн, боранлы жел, бұршақлы күн десек. Орынды көрсетеді. Көктегі юлдыз, ердегі шипи, қолындағы сауыт қасы, қолындағы құстабақ десек. Күзгі алма, язлық от. Міне біз дерслерді өткен заманда мынадай ойнама аламыз. Бір предметті аламыз, атты оға табамыз көп сыпатлар. Мысалы, кітап алайық да, мысалы, қолымызға алайық кітап. Бұл кітап қайдай? Мен сұрайым да, кітап қайдай? Сіз айтасыз, қызықлы, интересное, мәнәлі, содержательное, қалын, еңішке, юқа, байыр, әру кітап. Мысалы да, біз көрсетпей боламыз. Сөйтіп, басқа атларды салып, оға біз сыпатларды қосып үйренме боламыз. Дос қайде болмарық? Шынты, дос деген сөзге атқа біз табамыз сыпатлар. Игі, ал болмарық, турашыл болмарық, әділ, справедливый болмарық да. Яңбыр қайде болады? Күшлі яңбыр, осал яңбыр, сімсік яңбыр, соқыр яңбыр да болады да, күнмен араласып яңбыр жауса, оға соқыр яңбыр деп айтамыз. Өлен қайдай?
ясыл, яс, қалын өлен, сулы өлен, шөкірлі өлен. Шөл қайdi кең, мол, ярасық, шет қиырсыз шөл. Вот сондай атларға біз сыпатлар қоссақ, біздің тіліміз шебер болады, шешен болады. Біз оның ақында сыпайдап айтпауымыз. Мысалы, бір айванды бізге сізген береді, мысалы, борышта бір айванды сүретлемeye керек. Егер біз ит қабақай, бізде қабақай ит бар деп қойсақ, ол демамыз біздің бек ярлы болады, ол ярамайды да бізге. Егер біз мұна мысалы алып қарайық мысық айван, үй айван, бәр балалар да мысық сүйеділер да. Егер мысықты біз сүретлесек, бұлай сүретлер едік. Құлақлары қара, маңлайы ақ, құйрығы қараман ақ аралас. Көзлері көк түслі, бір затқа разы болмаса, ол миықларын дебірдатып, көзлерін шүкірейтеді. Маға көре, сол әсерде оның көзлерінің көк түсі басқа түске айланғандай боладылар. Оның көңілі әрі болса, менің алдыма келіп ятады, мен оның жұмсақ түкілерін сипап, құрылдағанын тыңламаға сүйемін. Ол міне мысықты біз қайтып, кішкей дос мысығымызды қайтып сүретлемeye боламыз балалар. Едесе, көп түрлі сыпатларды біз дұрыс құланып білсек, ол біздің тілімізді бек байытеді. Солай-ақ біз ноғай тіл дерслерде, ноғай тілді үйренген заманда тілімізді байыту үшін басқа предметлермен де байланыстырмаға боламыз. Мысалы, географиямен байланысты. Ең үлкен материк деп сұраймыз да. Ең үлкен қайда үлкен материк? Евразия. Оның өлшемі нешан болады? Сіз қарап айтпарыңыз. Ең үлкен Дария деңгізі Тынық деңгізі болады. Орысша айтқанда Тихий океан. Ең терең көл, самое глубокое озеро Байкал. Ең ұзын жылға 10 Нил болады бізде. Ең биік таулар Евразиядағы Гималай таулары. Ең көп халық, саны көп халық, олар кімлер? Сіз білесіз, олар Қытайлар да, Китайлар. Айлақ көп халық. Ең юқ юлдыз бізге ол үзікті күннің көзі. Ең үлкен құмлы ер ол Сахара. Ең суық ер ол Антарктида балалар. Солай-ақ біз бір ятлауда алмақ боламыз да, ятлауда алып, соның ішінен сыпатлар таппа боламыз. Мысалы, бақа балпақ, басың неден ялпақ, көзің неден батылақ, бұтың неден шалқақ. Біз сорау юмалар салдық да, бақа яуыплайды да, темір телпек көп киіп, басым соннан ялпақ, қарауылда көп қарап, көзім соннан батылақ, көп көсіліп ұямда, бұтым соннан шалқақ. Енді сосы ятлаудан біз таппа керіп сыпатларды ялпақ, батлақ, шалқақ, темір. Сол сөздердің біз мәнелерін шешіп білмеге керекпіз айлы балалар. Солай-ақ бізде тақпақларда, ауызлама халық яратушылығын алып қарағанда, тақпақларда көп сыпатлар бар. Оларды біз дұрыс тауып үйренмей керекпіз. Мысалы, қорқақ мың өлер, бәтір бір өлер. Онда кім өлер? Қорқақ, бәтір деген сыпатлар, олар атқа айланғанлар. Қорқақ әдем десек, ол болады сыпатта. Қорқақ деген болады берде сыпат, бәтір деген сыпат болады. Көп сөздің азы яқшы, аз сөздің өзі яқшы. Көп, аз деген сыпатларды көреміз да. Туған ердің ері еннет, суы сербет. Бек ару тақпақ да. Сіз оннан да сондай тақпақлардан белсен қоланып, Жәнібековтің жиынтығынан, Тахир Ахманбетовтың, Фания Күсегенованың енаған ауызлама халық яратушылығынан кітаплерінен сіз таппа боласыз түрлі тақпақларды, сол тақпақлардан сыпатларды таппа боласыз. Еді міне мысалы біз тек яңларда бұйыл дүния көрді Исмаил Мусакаевтың «Войлок Ногайский народный орнамент» деген кітабы. Сонда бек көп бізге пайдалы қызықлы материалдар бар. Мысалы, оюларды көрсеткен заманда түйе үркіш, бұзау түс, құлын құлақ, шыбын қанат, қарға тырнақ, қазан құлақ деген ол оюлардың атлары, балалар. Оюлардың атлары бұрын заманда біздің ата-бабаларымыз, тетейлеріміз көп кигізлер басқанлар.
сол кигиз басууду мен өзүмдү көзүмөн көргөнмүн. Биздин Азбарда менин анам кой кыркып, жүн жыйнап, сол жүндөн олар көп кигиздер эткен эди. Кырдагы пеште ошакта үлкөн казанда суу кайнатар эди. Сол суу буркулдап кайнасын деп биз астына онун жылгын акелип, жылгын жагып, сол сууду, кайнаган сууду жүнүнүн үстүнө куятан эк. Кайтып олар кигиз басканда көргөнмүн. Соң өрнөклөрдү, мына ушу Исмаил Мусакаев айтатан өрнөклөрдү де менин анам көп тиккен оюларында. Әлге деймде эсимде сол кигизлердин бир нешеуи бүгүнгө деймде биздин Карагасалда музейде сакланады. Не деп айтпай сүйөмүн аялы окуучуларым, сыпатлар ол биздин тилде ярасыкка айтаган сөйлөм кесеклер, эми оларды биз дурус кулланып билсек, тилimiz бөтөндө ярасык, сыпайы болар. Сау болуңуз, аман туруңуз.